Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 10-шы дәрістің тақырыбы қара жидек өсіру технологиясы. Қарастырылатын сұрақ: қара жидек өсіруге арналған отырғызу тәсілдері, өсімдікті күтіп баптау және жемісті жинау жолдары. Қара жидек аршагүлдер тұқымдасына жататын көпжылдық бұталы өсімдік. Биіктігі 10-50 см аралығында болады. Құнарлы және жарығы мол жерлерде жақсы өседі. Тік сабақты, жапырақтары жұмыртқа тәріздес, сопақтау, жиектері ара түсті. Мамыр, маусым айларында гүлдейді. Гүлдері жасыл күлгін түсті, қысқа гүл сағақты орналасқан. Хош иісті. Гүлдерінің хош иісі жеміс жидектерді тозаңдандыратын жәндіктерді, әсіресе араларды өзіне тартады. Сондықтан қара жидекті бал өнімділік өсімдігі деуге болады. Жемісі шар тәрізді, диаметрі 5-8 мм, қара және көкшіл қара түсті болып келеді. Қазақстанда қара жидектің бірнеше түрі өсіріледі. Кең таралған түрлері қарақат, қызыл қарақат, ақ қарақат. Қара жидектер тұқымдасы тік өсетін бұталар немесе жерге көлбей өсетін жартылай бұталар. Тұтас жапырақтары сабаққа кезектесіп орналасады. Гүлдері қос жынысты, дара және 2-3-тен шоқталып жиналған. Көптесіп біріккен, желекті 4 немесе 5-ке бөлінген. Гүлдегеннен кейін түсіп қалады. Аталықтары дара, бос жатады. Аталық мойыны жіпше тәрізді. Жатын түйіні 4-5 ұялы, өте көп ұрық бүрінен тұрады. Жемісі көп дәнді жидек. Қазақстанда 2 туысы қара жидек және мүк жидек кездеседі. Қара жидек түрлерінің жемістерін пісе бастаған кезде немесе кептіріп те жеуге болады. Олардың құрамында қант, сахароза бар. Тамақ өнеркәсібінде тосап жасауға, конфеттердің ішінде кеселге салуға пайдаланады. Қара жидектің құрамында ақуыз, көмірсулар, органикалық қышқылдар, натрий, калий, кальций, магний, фосфор, темір, мырыш, марганец дәрумендері және фитоцендер мен пектин заттары бар. Қара жидектің адам ағзасы үшін пайдасы өте көп. Қара жидекті қаншалықты пайдалану екен көрсету үшін мына қызық деректерді келтіруге болады. Қара жидекті міндетті түрде ғарышкерлер ас мәзіріне қосылады. Кептірілген күйде де барлық пайдалы заттарын бойына сақтайтын қара жидектердің жапырақ құрамында органикалық қышқылдар, С дәруменді, эфир майлары бар. Сондықтан жапырақтарынан жасалған қайнатпаның антисептикалық қасиеттері де жоғары. Диабет ауруы үшін адамдарға қара жидек жапырақтарының қайнатпасы және жидесі аса пайдалы. Қара жидек жеген адамдардың көз тамырларына қан айналымы жақсарады. Асқазан қабыну ауруларына, қан аздыққа, жұқпалы ішек ауруларына, түрлі инфекцияларға қарсы бүйрек тасын шығаруға қара жидектің пайдасы өте көп. Қара жидектің жапырақтарын бұқтырып, шайдың орнына да ішеді. Сонымен қатар қара жидектен тосап, қайнатпа, шырын алады. Қара жидекті өсіру технологиясы. Қара жидекті күзде немесе көктемде отырғызуға болады. Егер көктемде егілсе, онда көшеттерді күздің басында аяз келгенге дейін отырғызу керек. Бұтаның тамыр жүйесі тамыр алып, аздап күшейіп кету керек. Әйтпесе көшет суыққа шыдамды бола алмайды. Айта кету керек, күзгі отырғызу тек қысқы төзімді сорттар үшін ғана жарамды. Қара жидек отырғызу схемасы келесідей: 0,5 метр өлшемдегі шұңқырлар қазылады. Шұңқырлардың ара қашықтығы 1,5 метр қашықтықта болу керек. Қатар аралығы 2,5 метр болу керек. Шамамен 5 кг гумус, 40 грамм суперфосфат және 20 грамм калий қосады. Көшеттерге күтім жасау. Бұталар отырғызғаннан кейін қара жидектің белсенді кезеңі аяқталады. Мезгіл бұталардың айналасында топырақтар қосылып, арам шөптерді және қажет болған жағдайда қара жидектерді суару қажет. Кейбір бағбандар жас өсімдіктердің өмірінің бірінші жылында пайда болатын бірнеше гүлдерді алып тастауды ұсынады. Осылайша келесі жылы белсенді жеміс беру үшін бұтақ күшті сақталады. Бұталардың келесі зақымдануы тек 1 жылдан кейін ғана қажет болады. Қалыптастырушы кесу
күзде жеміс беру аяқталған кезінде жасалады. Ағымдағы маусымда жеміс беретін әрбір өркен енді пайдалы болмайды. Қара жидек бақшатан қорайының жақын туысы екенін ескере отырып, өсімдік аурулары жиі кездесетін аурулардан зардап шегеді. Сонымен бау-бақша қара жидектері тек көшеттер ауыл шаруашылық технологиясын бұзып отырғызылса немесе күтім ережелері сақталмаса, ұнтақты көгеру, ақдақ, қара шірік және қарапайым тоттан зардап шегу мүмкін. Бұған жол бермеу үшін өсімдіктерді борды қоспасымен 1% ерітіндісімен өңдеу керек. Сонымен қатар агротехникалық ережелерді сақтау керек. Содан кейін аурулармен күресуге тура келмейді. Қара жидек топыраққа зиян тигізуі мүмкін. Жәндіктердің тізімі біршама ұзағырақ. Бұл өрмекші және таңқурай кенелері, тіля, көбелек құрттары және басқалары. Мұндай жауларды жеңу үшін бұталарды фитофторин, акарин сияқты препараттармен бірігу керек. Зиянкестерге қарсы көктемде және күзде көрсетілген препараттардың бірімен профилактикалық емдеуді жүргізуге болады. Мұны жыл сайын жасау керек, сонда бұталар таза болады. Қара жидек өсімдігі жиі шалдығатын негізгі аурулардың бірі ұнтақты зең. Бұл саңырауқұлақ тудыратын ауру көбінесе жапырақтарда, жас өркендерде және жемістерде пайда болады. Аурулардың алғашқы белгілері өсімдік бетіне ақшыл ұнтаққа ұқсайтын жұқа қабықтың пайда болуы. Уақыт өте келе бұл жабын қоюланып, бүкіл бұтақты жауып, өсімдіктердің тыныс алуын қиындатады. Ұнтақты зең қара жидектің өсуін баяулатып, бұтақтардың бұралуына, жапырақтардың ерте өсуіне және жемістердің дамымай қалуына әкелуі мүмкін. Ауыр жағдайларда өнім мөлшері айтарлықтай төмендейді. Әсіресе ылғалды, бірақ ауа райы нашар жерлерде және қалың өскіндерде тез таралады. Онымен күресу үшін өсімдікті уақытылы кесіп, ауаны жақсы өткізетіндей қалыпта ұстау керек. Сонымен қатар аурулардың алдын алу мақсатында фунгицидтер қолдану ұсынылады. Жыл сайын көктемде және жаздың басында алдын алу өңдеулер жүргізу қара жидекті саңырауқұлақ ауруларынан қорғаудың тиімді тәсілі болып табылады. Қара жидекті отырғызудың ең қолайлы мезгілі ерте көктемде немесе күз айлары. Көктемде сабақтар будақтай бастаған кезде, топырақ жібіген кезде отырғызу тиімді. Күзде қыркүйек, қазан айларында отырғызу тиімді. Қара жидекті әдетте шілде-тамыз айларында толық пісіп жетіледі. Бір бұдадағы жидектер бір уақытта піспейтіндіктен жинау бірнеше кезеңге жүргізіледі. Жинау тәсілдері: қолмен жинау және арнайы құралмен жинау. Қолмен жинау ең кең таралған және жеміс бүлінбеу үшін ең қауіпті әдіс. Әсіресе жаңа жеуге және ұзақ сақтауға арналған жидектерді қолмен жинаған дұрыс. Арнайы құралдармен жинау үлкен плантацияларда қолданылады. Жемістерді жеңіл шайқау және сілку арқылы жинайтын құралдардың көмегімен. Дәрісті қорытындылай келе, қара жидек құнарлы топырақты дұрыс күтімді қажет ететін бағалы жеміс өсімдігі. Оны өсіру үшін топырақты алдын ала тыңайтып, сапалы көшеттерді дұрыс мезгілде отырғызу маңызды. Өсімдіктердің өнімділігін арттыруда жүйелі суару, бұталарды уақытылы кесу, азот, фосфор және калий тыңайтқыштарын қолдану ерекше рөл атқарады. Сонымен қатар саңырауқұлақ ауруларынан қорғау шараларында дұрыс орындау қажет. Жемістері жаз айларында бірнеше кезеңмен жиналып, жаңа күйінде немесе өңделген түрде сақталады. Қара жидектердің қара, қызыл, ақ түрлері Қазақстанда кең таралған. Дұрыс агротехникалық тәсілдерді қолдану жоғары әрі сапалы өнім алуға мүмкіндік береді. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.